Талас ауданы Бостандық ауылындағы шаруалардың жері. Мынандай кішкентай лилипутик жүгерілер. Ат жөніңіз? Айғарайт Жомарт. Қандай шаруа қожалық? Жаңалық шаруа қожалығы. Сіз жаңалық шаруа қожалығының басшысы боласыз ба? Аха, мен. Енді осы жерде қанша не бар? Шаруа қожалық егін екті. Бұл жерде Айтбек шаруа қожалығы мен сол жаңалық шаруа қожалығы екі шаруа қожалығы. Судың мынандай арнасын дайындап қойыпсыздар, иә? Неге дайындадыңыздар? Енді су келеді деді. Суғару керек. Су келмей жатыр ғой, жоқ қой су. Таласта су жоқ. Қанша шығын келтірілді сіздерге? Бізде гектарына 285 мыңнан кетті ғой. Енді айдауы бар, несі бар, 300-ден асып кетті ғой гектарына. Енді қанша гектар жеріңіз бар? Мына жерде 21 гектар жер ғой. 21 гектар 300 мыңнан 6 миллионнан астам қаражат сіздерге шығын келтірілді ғой. Осы енді шығынға батып жатсыздар. Үкіметтің қаулысы шықты. Енді осыдан кейін қайтып күн көресіздер? Мақұл, шығындарыңыз өтелді, сіздер енді осы жақтан пайда табамын дедіңіздер ғой. Пайдасы бола ма енді? Пайдасы мынау болып тұр ғой, пайдасы жоқ қой, ешқандай сотасы алған жоқ ешқандай. Мынандай болып тұр, су жоқ ешқандай. Одан енді пайда көреміз деп айта алмаймын ешқандай, білмеймін. Шығын нақтаса да. Шығын нақтамайды ғой. Шығын нақтамайды ешқандай. Отбасыңызды қайтып асырайсыз енді? Енді басқа табыс көзі бар ғой, енді бұлай кіріп тұрған. Қандай табыс көзі бар тағы да? Мал шаруашылығы бар, енді мал шаруашылығымен айлансамыз. Азын-аулақ малымыз бар. Тек қана егінге қарап отқан шаруалар не істесін? Осындай кезде. Не істесін олар? Енді өкіметтен қайтарылуын не алу керек қой енді бұның? Өкіметтен қайтарылуын талап ету керек қой, басқа. Су жоқ енді, су алып келіп бере алмаған енді, білмеймін енді, өкіметтің әлі ма қалай екенін енді. Енді ол табиғи апат болып отыр ғой, енді үкімет емес, басқа емес, енді болып тұрған. Бірақтан енді халық не істеу керек осындай, осы тек қана егінмен айналысып отқан? Білмеймін, өзіңіздің отбасыңызда қанша адам бар? Жетеуміз ғой біз енді қазір. 5 балаңыз бар, иә? Әйеліңіз, өзіңіз 7 адамсыздар ғой. 7 адам осы кішкентай 21 гектар жерге не істеп отырсыздар, қарап отырсыздар. Пайдасы енді жоқ, тек қана өзінің шығыны. Енді жаз бойы былай айтқанда көктемнен бастап жаздың басынан қызмет жасадыңыздар ғой. Иә, көктемнен бастап әлі тынған жоқпыз ғой мысалы енді, бірақ қазір енді осындай болып жатыр ғой жағдай, енді су жоқ, не болып жатыр енді, не істейміз енді басқа. Рахмет.